Сәлеметсіздер ме көрермендер? Сіздермен жас номад жобасында сіздерге мынау біздің асыл тұқым осы жылқы туралы, соны 12 мүшесін қазақтар үнемі қыс келгенде соғым соямыз. Сол соғым осы жылқы малы, соның 12 мүшесі болады, 12-ге бөледі. Үлкен қонаққа соғымға деп шақырғанда әр сүйектің, әр мысалы мүшенің өзінің мағынасы бар. Мына жерде мінекей сіздерге ең бірінші сол жылқы сойылғанда қандай мүшелері бар екенін таныстырып өтейін. Мінекей ең бірінші табаққа, үлкен табаққа қонақ шақырғанда міне мынау шеке салынады, жылқының шекесі. Анықтап көрсетейік, мынау шеке дейді, басты екі жаққа бөледі, сонда бір шекесін мінекей осылай салады. Мынау бастың жартысы шеке. Мына жерінде миы бар мінекей, мынау шеке болып саналады. Шекеден кейін көрсететін мүше ол ұзын омыртқа, мінекей. Ұзын омыртқа, мына жерде аяғында мінекей мынау жалы дейді. Мынау ұзын омыртқа болып саналады. Мінекей ұзындығы мына жерге дейін келеді омыртқаның. Енді жас мол болса әрине кішірек болады. Омыртқаның ұзындығы осы ұзын омыртқа. Жақсы, ең керек мүше ол. Онан кейін міне жаңа белдеме деп айттым сіздерге. Мынау енді белдеменің омыртқа кішірек болады. Мынандай ұзын омыртқа емес, мынау белдеме болып саналады. Мінекей мынандай қыртысы болады өзінің, өте дәмді, жақсы мүшенің біреуі болып саналады. Сосын міне мынау төс жағы, төстің шемірткесі міне мына жерде тұр, несі, мынау төстің еті. Бұл да керекті мүшенің біреуі. Сосын енді мынау табақтың астында ішінде болатын нелер. Мынау үлкен сүйек. Міне былай, осылай, бұның ішінде де. Кезінде бұл сүйекті толық салып, біздің батыр ағаларымыз тамақты жеп болғаннан кейін өздері бірмен бірі нетіп шарттасып, осы сүйекті қолдарына орамалды тартып бөлетін. Мынаны қазір енді мысалы балтамен не арамен кеседі ғой, ол кезде сол біздің ағаларымыз осы сүйекті өздерінің күшімен осы сүйекті қақ бөлетінін да көргенбіз кезінде. Мінекей осы сол сүйектің басы. Сонан кейін ең жаңағы жылқының табақтың бетіне салынатын мынау қазы, қабырғамыз осы болып саналады. Сосын жаңа айттық, міне мынау бауыр. Бұл бауыр міндетті түрде қандай да болсын табақ тартылғанда бұл бауыр міндетті түрде болу керек. Өйткені бауыр деген бауырмалдықты білдіреді. Мынау енді жылқының өкпесі. Жылқының өкпесі бұл енді табаққа салынбайды. Бұл қуырдақ жасаған уақытта қуырдаққа кететін мүше. Мына жерде мінекей мынау жылқының қарыны болып саналады. Бұл да мүше ретінде табаққа салынатын мүшенің ішкі құрылысының мүшесінің біреуі болып саналады. Одан кейін мінекей мынау қартамыз. Қарта мынандай болады. Ішінде майы да көп болатыны болады. Бұл да міндетті түрде салынатын мүшенің бірі. Сосын шұжық. Шұжықты жаңа айттым сіздерге. Мынау шұжықтың ішіне салынатын іш май. Сонан кейін шұжық болады. Шұжық қосылады жаңағы жерге. Мынау сүйекті, мынау да сүйектің аяқ жағы. Осы мынандай сүйектердің. Бұны енді жастар жаққа салынамыз, мысалы шақырғанда, мүшелікке салғанда, бас табаққа бұл сүйек салынбайды, жылқының аяқ жағына. Ал енді етті асып табаққа мүше салуды, қандай мүшелерді салу керек екенін көрсетейін сіздерге. Бірінші мынау омыртқа салынады. Мына жерге енді ет наны бар, оның үстіне осы мүшелеп, осы мүшелерді саламыз. Мінекей ұзын омыртқа салынды, бір ұшына мынау белдеме салынды. Одан кейін мынау төстің етімен мінекей мынау жалы бар. Жал мінекей, мынау төстің еті, мойын салынбайды. Онан кейін мінекей мынау жілік. Ол жілікті да осылай кішкене табағымыз азырақтау болды, бірақ сыйдырамыз. Осы жілігімізді саламыз. Сонан кейін осы жіліктің үстіне мынау енді сыйлы қонақтарға салатын табақ болып саналады, бас табақ.
сол бастабаққа осы мүшелердің бәрін салып алғаннан кейін үстіне осы ең дәмді, ең тәтті мінекей қазы салынады осылай. Кейбіреулер шекке айналдырады бұл қазыны. Қазы салынады, содан кейін бауыр бір шетіне салынады. Енді бұл бауырды кішірек қылып салуға да болады, кесіп бір табаққа жететін қылып. Содан кейін мынау қартамызды саламыз. Қарта салынады бұлай ортаға кесіліп. И мынау жұмырды да, қарынды да бөліп, осылай шет жағына айналдырып бұлай салып қоямыз. Сонда міне ең үстіне ең басты, ең маңызды осылай сосын шекені орналастырамыз. Сонда мынау нағыз үлкен сыйлы бас табақ осылай болып шығады. Ең басына мынау соғымды сойғанда және сыйлы қонақтарды шақырғанда осындай табақты осылай тартасыздар, жастар. Сіздерге енді бұл қажет нәрсе деймін. Өмірлеріңізде ертең өздеріңіз үй болғанда, жастарсыздар, сонда кісілерді шақырғанда, ата-аналар, апа ағаларыңызды шақырғанда, өздеріңіз мінекей біз міне табақты қалай мүшелеп салуды білеміз деп айтсаңыздар, оларды бір жасап қалады деп ойлаймын.